Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтілетін тақырып органикалық химия пәніне кіріспе. Органикалық химия негізі қоршаған ортадағы біздің адамдардың қолданып жүрген заттары және де ішіп жүрген тамақтарының құрамдарында болады. Органикалық заттардың құрамында көміртек, сутек және оттек негізгі элементтері болып саналады. Соның ішінде ең керекті элемент ол көміртек элементі. Көміртек оның құрамында тұрақты 4 валенттілікті көрсетеді. Негізі биорганикалық химияда көміртек әртүрлі айнымалы валенттілікті көрсетеді. Соның ішінде органикалық химияда көміртек 4 валенттілікті тұрақты көрсетеді. Оны 1857 жылы Кекуле мен Кольбе өздері дәлелдеген осы 4 валентті екенін. Енді органикалық заттар көмірсутектер және көмірсутек туындылары деп екіге бөлінеді. Көмірсутектер олар өзара ішіне құрамындағы сутек атомына байланысты қаныққан, қанықпаған және ароматты болып үшке бөлінеді. Қаныққан көмірсутектерге құрамында сутек атомы толығы қанып тұрған қосылыстарда да көмірсутектер жатады. Соның ішінде алкандар, жалпы формуласы CN+2. Құрамында қаныққан сутек атомы толық. Келесі бұлар дара байланысқанға жатады және де келесі циклоалкандар CN+N. Бұлар тұйықталған, бірақ толық қаныққанға жатады. Келесі екінші қанықпаған сутек атомы толық қанықпағандарға алкендер, жалпы формуласы CN+2. Келесі алкадиендер, жалпы формуласы CN+2. Бұл жерде алкен мен алкадиеннің жалпы формуласы бірдей болғанымен, оны келесі тақырыптарда түсіндіреміз. Келесі ароматты көмірсутектер. Ароматты көмірсутектердің жалпы формуласы құрамындағы ол CN+6. Оларға арендер кіреді. Келесі көмірсутек туындыларына жалпылама түсініктеме беріп кететін болсам, олардың құрамына мысалы алкандардан немесе алкендерден туындап спирттер немесе альдегидтер, карбон қышқылдары алынады екен. Органикалық қосылыстар екіге бөлінеді. Алифатты ашық тізбекті және циклды тұйық тізбекті деп екіге бөлінеді. Бұл жердегі алифатты қаныққан және қанықпаған деп бөлінеді. Қаныққан көмірсутектерге алкан, жалпы формуласы CN+2. Алғашқы өкілі CH4, бұлар дара байланыспен байланысады. Жалғауы А. Келесі қанықпаған көмірсутектер алкен, жалпы формуласы CN+2. Бұл жердегі алғашқы өкілі CH4. Бұлардың жалғауы этилен, мысалы, ең деген жалғау жалғанады. Келесі алкадиендер, жалпы формуласы CN+2-. Алғашқы өкілі пропадиен, бұл жерде екі жерде қос байланыс болады. Диен деген жалғау жалғанады. Келесі алкендердің жалпы формуласы CN+2-. Бұларда бір жерде үш еселі байланыс болады. Алғашқы өкілі ацетилен немесе этин. Ин деген жалғау жалғанады. Циклды тұйық тізбектілер олар екіге бөлінеді. Карбоциклды және гетероциклды. Карбоциклдың өзі екіге бөлінеді. Алициклды және ароматты. Алициклды дегеніміз не? Бұл жерде тұйықталған деген мағынаны білдіреді. Оларға циклоалкандар жатады. Жалпы формуласы CN+2. Алғашқы өкілі негізі 3 бұрыштан және 4 бұрыштан геометриялық пішіндермен көрсетіледі. Мысалы, С4H8 циклобутан, түбірі цикло А деген жалғау жалғанады. Және де келесі ароматты көмірсутектер оларға арендер жатады. Жалпы формуласы CN+2-6. Бұлар ерекше бензол сақинасымен көрсетіледі. Алғашқы өкілі С6H6 бензол болады. Келесі гетероциклды қосылыстар. Гетероциклды деп тұрғанымыз басқа да көміртек сутектен басқа элементтер жалғанса. Мысалы, мына жерде тиофен